Қазір біз қарастыратын сұрақтың түрі ол бізде special question, яғни арнайы сұрақ. Көптеген оқушылар именно осы сұрақта көп қате жібереді. Яғни special question деген сөз, когда сөйлемнің басы when, what, how many, how much пен басталатын сөздер. Так, сіздерге түсінікті болу үшін давайте қазақ тілінде бірінші сөйлем жазайық. Ең бірінші сұрақты what пен алайық. Біз білетінде what ол бізде не деген сұрақ. Мысалы, қазақ тілінде сен не оқисың? Осы жерден біз етістікті тауып аламыз. Етістік бізде оқу, яғни ол read. Міне, етістіктің астына жазамыз. Verb, яғни етістік. Read, оқу. Кім оқиды? Сен, зат есім. Noun ол бізде зат есім, яғни сен you болады. Не деген вопрос тұр, бізде мынау қалып кетті, яғни көмекші етістік. Вот осы жағдайда көп оқушылар тастап кетеді. Оны тастауға болмайды. Значит, сіз неге қарайсыз? Егер сөйлемде етістік болса, зат есімнің алдында міндетті түрде көмекші етістік қою керек. В данном случае бұл present simple, яғни do қоясыз. What do you read? Яғни сен не оқисың? Мынау соңғы столбикте қалған сөз таптарын қоя берсеңіз болады. Например, сен не оқисың мектепте? At school болады, At school. Хишитта кішкене өзгеше болады. Мен сіздермен тек қана бірақ шақты алайын, біз өткен шақ present simple-ға. Ары қарай сіздер оны өткен шақта да, келер шақта да қоя бересіздер. Тек қана мына жер өзгеріп отырады. Например, ол не ішеді таңғы асқа? Ішу бізде етістік, ішу бізде drink болады. Кім ішеді? Ол, he. Сөйлемде етістік бар, значит, he-дің алдында сіз does қоясыз. Does. Сұрақ также what. Яғни қалай болды? What does he drink? Таңғы асқа for breakfast болады. For breakfast. Міне, біз сіздермен what-ты осылай құрадық. Енді келесі when деген сөзге қояйық. When ол қашан деген сөз. Қашан. When. Например, олар қашан келеді. Етістікті табамыз. Келу бізде come. Олар бізде they. Сөйлемде етістік тұр. Значит, they-дің алдында біз осы шақта do аламыз. Сұрақ қалай болады? When do they come? Например, to Алматы. Алматыға қашан келеді? Міне, when. Хишитта также өзгеше болады. Хишитта, яғни мына жер өзгереді. Do емес, does болады. Например, ол қашан кино көреді? Бізде етістік көру, watch. Кім көреді? Қызға қатысты алайық, she. Сөйлемде етістік бар, значит, she-дің алдында біз does аламыз. Қашан бізде when болады. Значит, сұрақ when does she watch телевизор, TV болады. Осылай. Көрдіңіз ба, егер сразу ағылшын тілінде жазу қиындық тудырып жатса, онда осылай қазақ тілінде жазып алып, етістікті тауып алып, соңын ары қарай қойса болады. When-ді біттік, келесі special word, давайте how деген сөзді алайық. How қалай деген сөз. Например, олар қалай кітап оқиды? Қазақша жазбай, сразу таблицаға салайық. Оқу бізде read. Кімдер? Олар they. Яғни мына жерде do тұрады. How do they read a book? Кітап қалай оқиды, How, например, сенің анаң қалай тамақ жасайды дейік. Қайтадан how. Алдымен етістікті тауып алайық. Тамақ жасау бізде cook болады. Кім? Сенің анаң, your mom или your mother. Бізде мама ол she. She-ді ауыстырып тұр. Значит, мына жерде do қоймаймыз. Does қоямыз. Does көмекші етістігі. Именно осы жерде оқушылар мына сөзге қарайды да, мына жерге do қояды. Бұл сен деген сөз емес, бұл сенің деп тұр. Сенің кім? Анаң. Акцент бізде mother деген сөзде. Поэтому бұл жерде does болады. Так, бұл сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Давайте келесін. Например, where. Қайда деген сұрақ. Сенің ата-анаң қайда тұрады? Тұру бізде live. Кім? Сенің, your, parents, ата-анаң. Ата-ана бізде екі адам.
Сондықтан біз көпше түрінде do қоямыз. Сонда вопрос where do your parents live болады. Міне осы жерден тоқтата салсақ болады. He she'тта тағы бір көрсетейін. Where, например, не десек? Сенің інің қайда оқиды дейік, иә? Учиться. Оқу бізде study болады. Сенің your, інің brother. Опять же, акцент бізде your деген сөзде тұрған жоқ, brother деп тұр. Ол бізде, по сути, he, значит, біз мына жерде не аламыз? Does аламыз. Where does your brother study болады. Не осылай. Так, негізі сұрақтардың түрлері өте көп. Давайте мен сізге how many мен how much'ты көрсетейін. Ол жерде кішкене өзгеше болады. Бізде саналатын зат есімдерде қанша деп сұраған кезде біз how many қоямыз. How many. Например, қанша кітап оқушылар оқиды. Біз нені сұрап тұрмыз? Кітапты сұрап тұрмыз. Соны сіз первый столбикке жазасыз. Сонда how many books көпше түрінде жазасыз. Себебі кітаптар саналады. Қанша кітап сіз оқушылар оқиды. Оқу бізде read қайтадан. Оқушылар, можете сказать, the pupils или the students, без разницы. Pupils бізде көпше түрінде тұр, значит, мына жақта do болады. How many books do the pupils read? Можно ее дописать. Давайте скажем, оқиды күніне дейік, иә? Күніне болса a day болады. Аптасына болса a week болады. Айына болса a month деп кете береді. Ал енді саналмайтын зат есімді сұраған кезде қанша деп, біз how many қоймаймыз, біз how much қоямыз. How much. Су дейік, иә? How much water. Water бізде саналмайды. Оған не деп айтайық? Қанша су ішеді мысық дейік. Ішу бізде drink. Мысық the cat, немесе a cat. Мысықтың алды, мысық бізде, по сути, ол it деген сөздің орнында тұр, иә? Ол деген сөз. Значит, he she'тта біз does қоямыз. Сонда сұрақ, how much water does the cat drink болады. Осылай. Special question'ды таблицаға салып алдымен үйренсеңіз, сіздерге оңай болады. Ал келесі сабақтарда біз осы сұрақтарды қарастырамыз, бірақ мына жерде to be етістіге келетін жағдай бар, яғни am, are, is. See ya!